Пандемия кезінде менде 200 миллион теңгенің тауары келмей қалды. Сол кездерде мен қатты депрессияға кірдім. Өйткені көптеген адамдар іздандап маған тауарларын сұрады. Тіпті милициядарды жіберді, исполнительдер келді, соттан шақырту келді, кейбіреулері көкелерін жіберді. Сол кездерде мен телефон көтермейтін, тіпті аудиозапистің өзін ашқаннан қорқатынмын. Телефонымдағы звоноктарды былай көрген кезде қып-қызыл болып тұратын, барлығын көтермейтін. Сондай депрессияда жүрген кезінде маған қатты көмектескен бір дұға болды. Ол дұға Бисмиллах аллази ла ядру масмихи шайин фил арди валла фис самавахас самил алим. Бұл дұғаның мағынасы аспанда да, жерде де жын шайтандар емес, адамдар емес, құрт құмырсқаның өзі саған қастық жасай алмайды дейді. Сол дұғаны таңертең 3 рет, кеште 3 рет айтсаң болды деді. Бірақ мен 3 рет емес, 10 дәптерге соны толтыра жатым. Және күніне ең аз дегенде 500 рет соны айтып бердім. Соның арқасында мен сол депрессиядан да шықтым, барлық проблемалар да шештім, және қарыздарымнан да құтылдым.